Өкілі Қазантаев Нұржан, сіздердің осы өткізіп жатқан іс-шараларыңыз заңсыз болып танылады. Заңнамамен іс-шараларды өткізу үшін тиісті талаптар көзделген. Бізде жақсы өзгерістер болады деп айта алмаймын. Ауруын жасырғанды өлім әскерледі дейді. Айтылу керек. Жастар, болашақ ұрпақ білсін, ненің қате екенін, ненің жақсы екенін, неден қателеспеу керегін, қандай да сабақ алу керегін. Сондықтан да желтоқсан шындық ашылу керек. Онда да ұзаққа бармау керек. Осы сәтті ашылу керек. Негізі ол кеше ашылу керек еді. 2011 жылы Жаңаөзенде мұнайшыларға кімнің оқ атқандығын біз бәріміз жақсы білеміз. 2022 жылы қаңтарда тағы да қарапайым халыққа кімнің оқ атқанын бүкілі біледі, билік те біледі, кішкене тілі шықпаған балаға дейін біледі дәл қазіргі уақытта. Солардың бірі жазаланды ма? Бірі де жазаланған жоқ. Біреуі де түрмеге қамалған жоқ. Назарбаев міне қаңтардан кейін зейнетке кеттім, менің қатысым жоқ деп мәлімдеме жасады. Міне інісі қайтыс болды, Болат Назарбаевтан кейін атып шықты. Бүкіл әулетімен келді. Ал тағы да зардап шегіп жатқан кім? Тағы да сол біз, тағы да сол қарапайым халық. Кешірмейміз, желтоқсан, Жаңаөзен, ұмытпаймыз, кешірмейміз. Келесіні хабарлаймыз. Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заңға сәйкес бейбіт жиналысты ұйымдастыру саяси тұтқындарға бостандық! Саяси тұтқындарға бостандық! Саяси тұтқындарға бостандық! Қорқақ қаштың ба? Ешқандай талап қандарды ұмытпаймыз! ескертеміз де, халықтан сіздер талап етпен, халық сіздерден талап етеді! Сұлтан! Ұмытпаймыз, кешірмейміз! Ұмытпаймыз, кешірмейміз! Бағдаулет! Сұлтан! Сұлтан! Айкөркем! Айкөркем! Нұрай! Нұрай! Бекасыл! Бекасыл! Андрей! Андрей! Аблай! Нұрай! Бағдаулет! Бекасыл! Нұрай! Нұрай! Андрей! Андрей! Ең бастысы, біз қоғам ретінде бұл әділетсіздікке қарсы тұруымыз керек. Себебі егер біздің балаларымызды тапа-тал түсте атып, оған ешкім жауап бермейтін болса, ертең онда сіздің де балаларыңызды атып кетуі мүмкін. Соны бәріңіз түсініңіздер. Бұл Тоқаевқа, Назарбаевқа байланысты емес, бұл бәрімізге байланысты нәрсе ең алдымен. Бұлар бізді ата береді, ешкім оған жауап бермесе, онда солай жалғаса береді.